Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге таңғы уақытты болсын деп тілейміз. Эфирде қайырлы таң Ақтөбе ақпарат саласы бағдарламасы. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамыздармен қарай жалғастырамыз. Дәл осы тұста қонақжай студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар. Ендеше таныс болыңыздар. Ақтөбе қалалық жастар ресурстық орталығының басшысы Садық Әлішер бүгін біздің студиямызда қонақта. Ал қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Бәрі жақсы. Тамаша. Сізде қалай жақсы ма? Барлығы жақсы. Жалпы мемлекеттік жастарды қолдау бойынша өзіңізден біз сұрағымыз келіп отыр. Жалпы біздің бүгінгі тақырыбымызда осы жастарға арналып жатыр. Болашақ бүгіннен басталады, жастар өз болашағын қалай көреді деген тақырыпта эфир қозғаған болатынбыз. Енді осы тақырып төңірегінде жалпы жастарды қолдау бойынша қандай жұмыстар атқарып жатырсыздар? Жалпы енді жастарға мемлекет тарапынан қолдаулар өте көп, әртүрлі гранттар деген сияқты тәуелсіздік ұрпақтары гранты бар, одан бөлек енді жастар практикасы бар, дипломмен ауылға деген сияқты үлкен бағдарламалар бар екен, баршамыз білеміз. Одан бөлек енді жергілікті жерде әкімдіктің, облыс әкімдігінің қолдауымен де біраз бағдарламалар енгізіліп, көп жылдан бері жұмыс жасап келе жатыр. Соның бірі жергілікті жерде осы тәуелсіздік ұрпақтары қазіргі таңда құжаттар қабылдап жүріп жатыр. 26 қазан мен 3 қараша аралығында сол аралықта құжаттар қабылдайды. Ол жақта 6 бағыт бойынша бизнес, білім, мәдениет, медиа, ақпараттық технология, волонтерлық және де осы 6 бағыт бойынша 20 грант, 1 300 000 теңгеден, яғни өзіңіздің сол салаңыз бойынша үлкен бір жобаларыңыз, идеяларыңыз, креативті ойларыңыз болса, соны жүзеге асыруға үлкен бір мүмкіндік беретін жоба. Бұл қайтарымсыз жоба. Сол себептен осы Ақтөбе жастарын қатысуға шақырамыз. Ол жобаға өзінің бағын сынап, өзінің жобаларын ұсынуға мүмкіндік алуға болады. Одан бөлек енді өздеріңіз білесіздер, Ақтөбе жастары бізде тұрғын үй бағдарламасы бар. Аз пайызбен, мөлшерлемемен өте ұтымды бағдарламасы жыл сайын үлестіріліп келе жатыр. Биыл да ол қолға алынып жатыр. Енді кем дегенде осы Ақтөбе жастарына 60 үй алуға, 60 жас шаңырақты болуға сондай мүмкіндік жасалып отыр. Ол да алдағы уақытта осы хабарланатын болады. Қазір енді өзгерістер енгізіліп, қолайлы бір ұсыныстар жасалып жатыр. Енді жаңағы ұрпақтар, тәуелсіздік ұрпақтары, бұл енді жыл сайын өтетін, дәстүрлі түрде өтетін бір конкурстың жобалардың бірі ғой. Негізі жыл сайын деген енді көбіне қай бағытқа басымдылық беріледі? Бізде енді 6 бағыт қой, бірақ 20 грант алдыңғы жылдары 1 300 000. Енді бұл көбінесе жобаның өтімділігіне байланысты. Комиссияның өзіне комиссия бар, құрылған арнайы қарайды. Қай жоба өтімдірек, қай жоба жұмыс жасап келе жатыр, оған қай жоба қаражат құю керек деген сияқты сол комиссияның шешімімен жүзеге асырылады. Қазір енді айта алмайды, мына жоба деген сияқты. Бірақ енді көбінесе түсетін жобалардың ішінде волонтерлық бағытта өте көп. Өздеріңіз білесіздер, енді осы біздің Ақтөбе қаласы, Ақтөбе өңірі дейікші жалпы волонтерлық бойынша, именно әлеуметтік сала бойынша өте алдыңғы қатардағы жастардың толқынында. Сол себептен былтырғы түскен жаңағы ұсыныстардың ішінде осы волонтерлық салада көп болған негізі өтініштер. Керемет. Енді жалпы жастарды қолдау бойынша көптеген шаралар атқарып жатқанын көріп жатырмыз. Жастардың сіздерге қарсы жалпы кері байланысы қандай? Қазіргі жастар қалай жалпы? Бізде енді қазіргі жастар жан-жақты талапты деп айтуға болады. Жетістіктермен де қуантып жатыр. Мана алдарыңызда өздеріңіз білесіздер, палуандарымыз сізге сұхбат беріп кетті. Кешегінің өзінде соңғы жаңалықтар айтатын болсақ, Дархан Шамбаев дейтін осы ақтөбелік жас шапағат медальмен марапатталды осы президентіміздің қолынан. Оның алды Euroskills ойындарынан бір студентіміз осы Европадан үлкен жүлделі орын алып қайтты. Енді мәдениет, өнер, спорт бағытында жалпы аянып қалып жатқан жоқ ақтөбелік жастар. Өз салалары бойынша алдыңғы қатарда бізді қуантып келе жатыр. Енді қолдау бағыты бойынша түрлі бізде негізі қалалық жалпы жастар ресурстық орталығы 8 бағыт бойынша жұмыс жасаймыз. Ақпараттандыру, теріс ағым дейміз, құқық бұзушылық, лудомания деген сияқты, одан кейін жас отбасыларға бағыт-бағдар беру, ақпараттандыру, немесе жұмысқа орналастыру деген сияқты ниет санатындағы жастар бар. Солар бізде мекен жайлық жұмыстар жүргізіледі. Яғни ниет санатының жұмыссыз жастар,
мекен-жайларына барып, осының әртүрлі бағдарламаларды түсіндіріп, немесе жұмыс ұсынып деген сияқты сондай мүмкіндіктер жасайды. Одан кейін шығармашыл, талантты жастарды қолдау, ол да біздің жұмыс жасау бағытымыздың бір бөлігі. Одан кейін осы патриоттық, яғни ұлттық құндылықтарды арттыру мақсатында сондай бір рухты шаралар ұйымдастыру сынды біздің осы бағыттарымызға кіреді негізі. Енді жаңа қолдау ғой, жастарды қолдау мақсатында жүзеге асып жатқан жобаларды айтып өттіңіз ғой, ал белсенділігін арттыру мақсатында қандай жобалар іске асып жатыр? Белсенділігін арттыру мақсатында енді осында мен 3 ай болды қызметке келгеніме. Келген деген басты мақсатым бір Ақтөбе жастарының ортасын құру негізі. Әртүрлі сала өкілдерінің жастарының басын құрып, осы қаламызға, өңірімізге жаны ашитын сондай бір жастардың ортасын құру. Сол бір үлкен жоспарымызға орындалып келе жатыр деп ойлаймын. Өйткені жастардың тарапынан да осындай бір жобалар жасайық, немесе ұсыныстар білдіріп, солардың ұсыныстарымен де осы көптеген шараларымыз қазір жүзеге асырылып жатыр. Енді соның үлкен бір бөлігін айтатын болсақ, мысалы қазір таңда бізде ай сайын айқап квиз ойындары жүргізіледі. Алдыңғы айда мысалы көлем Ақтөбеде бұл уақытқа дейін өткен жоқ. Жалпы 20 команда қатысқан, 80-ге жуық біздің колледждің студенттері үлкен бір мейрамханада үлкен көлемде атап өткенбіз. Ол да бір студенттердің ұсынысы. Оны енді ай сайын дәстүрлі түрде ұйымдастыруға, яғни жастарымыздың осы қызығушылығын, IQ-ін арттыру, немесе ой ұшқырлығын жетілдіру мақсатында сондай бір жоба өздері тарапынан келіп жатыр да. Сондай ұсыныстар көп келеді. Соны біз енді қолымыздан келгенше, мүмкіндігімізше әрмен қарай жұмыстанамыз. Жалпы енді осындай бір белсенді өмірге атсалысқым келеді деген жандар, жастар қауымы қай жерге алып жолығу керек? Біздің әлеуметтік парақшамыз бар, Ақтөбе жастары дейтін, сол жаққа дайректке жазсаңыздар болады. Өзіңіздің бір қабілетіңіз, бір ниетіңіз болса, қоғамдық өмірге белсенділігіңіз болса, келіп қосылып, бізде Сәтбаев 16Б мекен-жайында орналасқан ғимаратымыз 2-ші этажда. Іште коворкинг центр бар. Бізде әртүрлі ұйымдар, волонтерлік топтар, немесе әртүрлі студенттеріміз келіп, өздерінің жиналыстарын жиналып, жұмыстарын атқарып, іште ойласып, үлкен бір жоспарларын жүзеге асырып жатады. Сол себептен әрқашан есігіміз ашық. Сәтбаев 16Б мекен-жайы, біз сіздерді күтеміз. Жалпы енді қазіргі еңбек нарығында жастардың енді көп сұранысқа ие болу үшін не жасау керек деп ойлайсыз өзіңіз? Еңбек нарығында? Сұранысқа ие болу үшін жастар. Енді әрбір маманның да несі бар ғой, енді сұранысқа ие болады маман. Тіпті қарапайым жұмысшы мамандықтар қазір енді дәнекерлеушінің өзінің де өз ісінің маманы болса, ол дәнекерлеуші деп қарауға да болмайды. Біздің күніміз түсіп жатады бұған деген сияқты. Сол себептен өз ісінің білгірі болса, өз ісінің шебері болса, кез келген маман, кез келген жас әрқашан негізі сұраныста болады деп ойлаймын. Сол себептен өз салаңыз болсын, қандай өз салаңыздан бөлек бір қабілетіңіз артқан салаңыз болсын, мүмкіндігінше соны жетілдіруге, арттыруға жастардың жұмыстану керек, жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Керемет. Және де тағы бір сұрақ болсын, рухани тәрбие мен ұлттық құндылықтарды жастардың бойына сіңіру бойынша жұмыстар қалай жүріп жатыр? Бізде жастарға кеңес дейтін жоба бар. Бұл енді осы Ақтөбе қалалық жастар орталығының үлкен бір авторлық жобасы, республикалық үлкен жобалар жиынтығына да кірген болатын. Бұл енді колледждерге, университеттерге, мектеп оқушыларына бізде 14 пен 35 контингент жас ерекшеліктері. Сол жақтарға барып, ақпараттандыру жұмыстары, оның ішінде полиция департаментінен болады, сыбайлас жемқорлыққа, теріс ағым, теологтарымыз, одан бөлек қоғам белсенділері қазір қыркүйек айы басталғалы жұмыстанып жатырмыз. Одан бөлек енді спорттық шаралар, ұлттық спорттық шаралар, одан бөлек енді кездесулер. Ертең 11-ші қазан күні бізде осы абайтанушы Абай Қалшабек бауыржан танушы ағамызбен осы
мәжіліс депутаты Ардақ Назаров жастармен кездесуге келе жатыр. Сол себептен барша жастарды 11 қазан күні сағат 15:00 шығармашылық академиясында болатын сондай бір рухани кездесудің куәгері, көрермені болуға шақырамыз. Өте керемет. Жастардың бір мотивация алатындай. Иә, сосын жастарға қазір осы қазан айында белгілі өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда кино саласына деректі фильмдер дайындап жүрген осы әйел жаңағыдай құқығын көтеріп жүрген Әли Әшім сол кісінің да осы ақтөбелік жастармен кездесуге жоспарлап отырмыз негізі. Иә, мен әрине барша жалпы жастар қауымын, осында бір кездесулерге шақырамын. Енді жаңа айтып қалдық қой, бұндай кездесулер жалпы жиі ұйымдастырылып тұра ма? Иә, жалпы мүмкіндігімізше келгенше енді жұмысқа қызметке келгеннен кейін Ақтөбе жастарына қандай көмек бере аламыз, қай жағынан көрсете аламыз. Енді 10 жыл бойы осының алдында сондай бір қоғамда белсенділік жұмыстармен айналысқаннан кейін не жасау керек барлығы көз алдында тұрғаннан кейін сол себептен мүмкіндік болып жатса бір өзгешелікпен, креативпен шараларды ұйымдастыруға тырысамыз негізі. Енді өзіңіз білеміз, қоғамдық жұмыста да волонтерлік қызметте біраз салада жүрдіңіз. Енді сіз көрген енді осы үлкен бір тәжірибелі өмір бар. Осыда қазіргі жастардың бойына қандай қасиет жетпейді, немесе қандай қасиеттер ерекше деп байқауға болады жастардың арасынан? Қазіргі жастар өте талғампаз негізі, ойында көріп, оны енді көп жетпейтін қасиет жауапкершілік. Сол себептен мүмкіндігінше әркім өзінің өміріне, өзінің жұмысына, өзінің ісіне бір жауапкершілікпен атқарса, ол үлкен бір жетістікке жетеді деп ойлаймын. Біз де осындай бір басшылық қызметке келеміз деп ойлаған жоқпыз, шыны керек. Оның осы бір адал қызметіміздің бір нәтижесі деп ойлаймын. 10 жыл бойы үздіксіз волонтерлік қозғалысты дамытып, сол бір ісімізге бір адалдықпен, жауапкершілікпен қарағаннан кейін басшылық сол орынға лайықты деп көрді. Әйтпесе оған дейін бір мемлекеттік қызметте структурада жасаған жоқпыз, құрылымдық жүйелерде. Сол себептен Ақтөбе ферроқорытпа зауытынан металл уақыты деген жерімізден осындай негізі. Енді Әлішер мырза, жалпы өзіңіз түр-түрлі бағытты айттыңыз ғой? Өзіңіз білесіз, жалпы мемлекет басшысы өзінің жолдауында жасанды интеллект жайында ерекше сөз қозғап кеткен болатын, түр-түрлі бағытта оны жүзеге асыру керек деп. Енді осы жасанды интеллект бар, жаңа технология, жаңа заманауи бағыт, IT бағыты жағынан бағыты бойынша қандай жобалар іске асып жатыр? Жалпы осы бағыт бүгінгі таңда енді бір өте бір белсенді нарықтағы негізінен бір болып тұр ғой. Жалпы енді бізде Ақтөбе хаб бар, білесіздер, көбінесе осы цифрландыру бағытында жақсы жұмыс істеп келе жатырған. Көбісінде Ақтөбе хабты білесің бе десе, коворкинг қой дейді, коворкинг ретінде таниды, бірақ ол ондай орта емес, нағыз жобаларды жүзеге асыратын Ақтөбедегі мысалы қаламыздағы мәселелерді жеңілдетуге арналған, яғни цифровизация арқылы мүмкіндік беретін орталық. Ол жақта мамандар бар, қайта-қайта бізде осы әртүрлі нелер жаңағыдай семинарлар өткізіп, жоба жасаудың жолдарын, жасанды интеллектті игеру бағыттарын түсіндіреді. Бізде олардың осы ертең бізде 15 қазан күні қала әкімімен жұмыс жастардың кездесуі бар. Сол кезде 12 жобасы бар екен, дайындап қойған. Бұл жаңағыдай көбінесе мысалы қазір актуалды болған мысалы боулинг дейміз, мектептегі боулинг болған кезде бірден мұғалімге жаңағыдай сигнал беру, немесе жаңа қан қысымын көтерілген кезде немен телефонмен жаңағыдай телефондағы бағдарламамен оны сезіну, бірден білу, немесе сол қандай дәрі қажеттігін жақын жердегі аптеканың нұсқау деген сияқты сондай бір өмірге қажетті бағдарламаларды дайындап қойған жастарымыз, соны таныстырылымы болады. Жалпы ол жөнінен енді Ақтөбе жастарының белсенділігі де өте жоғары. Тіпті басқа аудандарға шығып, ауылдық жерлерге шығып, жасанды интеллектті түсіндіруге кәдімгідей бел буып отыр. Осы Ақтөбе хабтың жігіттері келгеннен, жұмысқа қызметке келгеннен кейін солармен тығыз байланыста болып, одан бөлек біздің колледждерімізде де мана айтқан Дархан Шамбаев шапағат орденімен марапатталған қазақша сөйлейтін роботты ойлап тапты. Сосын Таза Қазақстан қазір акциясы, енді қазірдің идеологиясы президентіміздің. Соған байланысты қоқыстарды сұрыптайтын электронды қоқыс жәшіктерін ойлап шығарып жатыр. Айта берсек көп, жалпы негізі ол жақтан да кемінде қалыватқан жоқпыз біз. Яғни қала жастарында осындай бір үлкен орта бар, ол жерге барып өз біліктілігін арттыра алады. Енді осы жерде сұрақ туындайды, ауыл жастары мен қала жастарының мүмкіндігі жайында.
Енді біз енді қала жастары өзіміздің аумағымызға жауап береміз. Енді бізде Қорайлы деген сияқты, Сазды деген сияқты ауылдық жерлер бар, мысалы Заречный, Ақжар деген сияқты, тек қана қаланың орталығында емес, сол жақтағы жастарды да қамтуды жоспарға алып жатырмыз. Манағы айтқан сол жасанды интеллектті сол жақтағы оқушыларымыз болсын, жастарымыз болсын, бір сенбі-жексенбі күндерін пайдаланып, барып сол біліктілік сабақтарын ұйымдастыру деген сияқты. Оларды да қаланың аумағында болғаннан кейін мүмкіндігінше сол дүниені игеруге, түсінуге мүмкіндік жасағымыз келіп тұр. Өте тамаша. Керемет, енді алдағы уақытта жоспармен бөлісе кетіңіз, жоспар? Бізде жоспар өте көп. Соның бірі осы студенттерге студфест фестиваль бар бізде. Студенттер күніне байланысты университеттер арасында үлкен жоба жарыс. Студентфест енді білесіз, жарыс шығармашылық бағытта біздің 4 универіміз бар, солар жарысатын болады. Одан бөлек Бестен Ақтөбе дейтін үлкен бір рейтингтік жоба енгіздік. Бұл білім басқармасының кеше мақұлдауын алдық. Яғни осы бізде колледждер бар, ол енді өкінішке орай құқық бұзушылық қазіргі таңда артып кетті. Соған байланысты алдын алу мақсатында ай сайынғы рейтингтік көрсеткіштеріне, яғни оның ішінде құқық бұзушылықтың болмауы, мысалы 50 балл деген сияқты, немесе халықаралық бір жүлденің орнап келсе студенті 20 балл, үлкен бір көлемді шара болса 10 балл деген сияқты, сондай ай сайын рейтингтік көрсеткіш жүреді. Яғни бір-бірімен жақсылықта бәсекелесу мақсатында колледждеріміздің. Мамыр айында соңында үздік колледж, үздік орта, үздік КДМ, үздік студент деген сияқты ақшалай жүлделермен өздерінің еңбектеріне қарай, жеткен жетістіктеріне қарай жылды қорытындылап марапаттайтын боламыз солай. Керемет, Әлішер мырза, арнайы уақыт бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Ақтөбе жастарының барлығын енді өтіп жатқан шараларға шақырамыз. Міндетті түрде атсалысыңыздар, келіңіздер, көріңіздер. Сіздер де бір қоғамның бір бөлшегі болғаннан абай айтпақшы, кетігін таптап барғаннан демекші. Сол барша жастарда осындай бір болып жатқан шаралардан табылуына тілектеспіз. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге ерекше алғысымызды білдіреміз. Рахмет сіздерге.